Мен Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылы номері 1 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Тұрсынбаева Мөлдір. Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы спорт, белгілі спорт жұлдыздары бөлімі бойынша көш атасы Қажымұқан тақырыбы. Бүгінгі сабақтың мақсаты сіздің білетініңіз етіс, етістің түрлері мен жасалу жолдары. Бүгінгі сабақта сіздің меңгеретініңіз әлеуметтік мәдени, ресми іскери тақырыптарға байланысты диалог монологтердегі көтерілген мәселені талдаймыз. Етістіктің етіс түрлері мен салт сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолданамыз. Балалар, бүгінгі сабақты бастамас бұрын экранға назар аударайықшы. Балалар, осы суретке қарап отырып, қандай тақырыпта әңгіме қозғауға болады? Қандай байланыс бар деп ойлайсыңдар? Үш суретке не ортақ? Жарайсыңдар, балалар. Қазақтың аңыз адамы, тұңғыш кәсіпқой балуан, бар ғұмырын күрес өнеріне арнаған Қажымұқан Мұңайтпасұлы 1871 жылы Ақмола облысы Қараөткел деген жерде дүниеге келген. Қажымұқанның 5-ке жуық лақап аты болған. Әлемнің 54 мемлекетін аралап, 48 медаль олжалаған. Балалар, берілген сұрақтарға толық жауап алу үшін 19-шы аудио мәтінді тыңдайық. 19-шы аудио мәтін. Жауырыны жерге тимеген Қажымұқан. Қажымұқанның спорттық өмірбаянында оның джиу-джитсу күресі бойынша Жапония чемпионы Саракаки Джинтофумен болған күресі айрықша орын алады. Бұл күрес Токиода өткен еді. Француз күресінен әлем біріншілігінің ресми жабылуынан кейін боз кілем үстіне жапон палуаны шығып, өзінің джиу-джитсу күресі бойынша кез келген палуанның жауырынын жерге тигізетінін жария етеді. Бірақ бірде-бір палуан бұл ұсынысты қабыл алмайды. Өйткені палуандар күрестің бұл түрінде рұқсат етілмеген тәсілдер қолданылатынынан хабардар еді. Онда қолды сындыруға, қол мен аяқты бұрауға, тістеуге, қылқындыру мен дене мүшелерін ауыртатын күш қолдануға рұқсат етілген. Осыған дейін кейбір еуропалық балуандардың өздеріне сенімді жапондарды тәубасына түсіруге талпынған әрекеті керісінше өздерінің еліне мүгедек болып қайтуымен аяқталғаны белгіледі. Алғашқыда Қажымұқан залда неліктен құлаққа ұрған танадай тыныштық орнағанын түсінбеді. Оған жапон палуанның сөзін жеткізгенде, ол үстіндегі шапанын шешіп жерге тастап, еш ойланбастан боз кілемге жүгіріп шықты. Жапонды қарғып келіп, Қажымұқанның құлағының бір бөлігін жұлып әкетіп, кері шегінді. Қажымұқан ыңғайлы бір сәтті дер кезінде пайдаланып, жапондықты өзінің қарулы құшағына қысып алып, оны қатты екпінмен кілемге лақтырды. Осылайша, жапондықтардың джиу-джитсу күресі бойынша ешкімге дес бермейтіндігі туралы аңызына үлкен нүкте қойылды. Жапон палуанының Қажымұқанмен белдесуі ол үшін трагедиямен аяқталды. Ол 6 айға жуық ауруханада жатып көз жұмады. Мұның бәрі Қажымұқанның ең әйгілі палуандардың бірі болып, әлемнің атақты спортшылармен бір қатарда тұрғандығын көрсетсе керек. Кәсіпқой күрес сахнасында тер төккен орыс палуандарының бірі кейінірек, сол кездері бүкіл әлемде қазақ батыры Қажымұқанның атағы жер жарып тұрды, деп жазды.
Мәтінді мұқият тыңдап болсаңыздар, оқулықтағы 116 беттегі екінші тапсырманың А бөліміндегі бағандағы сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріңіздер. Дескриптор сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіреді, тұрақты тіркестердің мағынасын ажыратады. Балалар, өздеріңнің жұмыстарыңды дұрыс жауабымен тексеріп көрелік. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, мәтіннің мазмұнымен таныстыңыздар. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырыпты таңдаңдар, немесе өздерің ат қойыңдар. Мәтін мазмұнына сәйкес тақырыпты таңдайды, мәтінге ат қояды. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, біз өткен тақырыптарда етістің түрлері, өздік етіс, өзгелік етіс туралы өткен болатынбыз. Бүгінгі тақырыпта ортақ етіс және ырықсыз етіс туралы өтетін боламыз. Ортақ етіс дегеніміз не? Жасалу жолы қандай? Ортақ етіс дегеніміз бірнеше адам бірлесе жасаған қимылды білдіретін етістің түрі ортақ етіс деп аталады. Ортақ етіс алыс, іс, с жұрнағының жалғану арқылы жасалады. Мысалы, жазыс, жинас, көтеріс, салыс және тағы басқа. Айжан маған үй жинасты. Ағам жүкті мәшинеге салысты. Ырықсыз етіс екі түрлі жолмен жасалады. Бірінші, ыл, іл, лы жұрнағының жалғану арқылы. Екінші, ын, ін, ны жұрнағының жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ыдыс жуылды, хат жазысты, үй салынды, сынып тазаланды. Балалар, өздік етіс пен ырықсыз етістің қосымшалары тұлғалық жағынан бірдей болып келгенмен өзіндік айырмашылығы бар. Өздік етіс іс-әрекетті жасаушы, яғни іс иесі өзі болады. Мысалы, Арман тез киінді де сыртқа шығып кетті деген сөйлемде іс-әрекетті жасаушы Арман болса, ырықсыз етісте іс-әрекетті жасаушы көрсетілмейді, тек оның істелген іс-әрекеті ғана көрсетіледі. Мысалы, ортаға үлкен торт әкелінді. Мұнда іс-әрекеттің иесі көрсетілмей, тек қана торттың әкелгенін ғана білдіріп тұр. Үшінші тапсырма. Жаса құра әдісі арқылы берілген етістіктерді ырықсыз етіс тұлғасында жазып, сөйлем құрастырыңдар. Дескриптор сөздерді ырықсыз етіс тұлғасында жазады, сөйлем құрайды. Балалар, келесі тапсырма, төртінші тапсырма, етістер сөйлейді әдісі арқылы етістіктерді құрамына қарай талдап, етіс түрлерін ажыратып айтыңдар. Дескриптор етістіктерді құрамына қарай талдайды, етіс түрлерін ажыратып айтады. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз түрлі тақырыптарға байланысты диалог монологтердегі көтерілген мәселені талдадық. Етістіктің етіс түрлері мен салт сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдандық. Шынықсаң шымыр боласың демекші, дене жаттығуы адам баласына қашанда пайдалы. Күні бойы өзіңді сергек сезініп жүрудің бірден бір тәсілі. Әрбір адам спортпен айналысу керек. Спортпен айналысқан адамның дені сау, көңіл күйі көтеріңкі, денсаулығы жақсы болады. Сондықтан да балалар, барлықтарыңды спортпен айналысуға шақырамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.